Сәлем достар, бүгін сіздермен лимонный пирожныйдың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқамызды саламыз. Артынша 370 грамм қантымызды салып, 5-6 минут миксердің көмегімен жақсылап, көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Келесі бізде осылай биіктігі көтерілгеннен соң 175 грамм жылы сүтімізді де құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен баяулатып араластырамыз. Келесі бізде ұнымызды да ситадан міндетті түрде өткізетін боламыз, және де ұн қопсытқыш барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біз ұнымызды екі бөліп араластыратын боламыз. Осылай барлығы біркелкі болғаннан соң барып, алдын ала дайындап қойған лимонымыздың согын ажырататын боламыз. Бұл жерде бір лимонның согы осы бір пирожныйға кететін болады. Сіздерде осылай бір лимонның согын алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Бұл бисквитімізді хош иістендіріп, және де адамның аппетитін ашатын болады. Осылай барлығын біркелкі араластырып болғаннан соң 20 грамм макты осылай қосып араластыратын боламыз. Бұл біздің бисквитімізді ерекше етіп көрсетеді. Және де осындай бір лимонның сыртын, седрасын қосатын боламыз. Маған осы той дастарханынан ерекше дәмді және хош иісті болып тұратын осы лимонный пирожный десерті қатты ұнайды. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне біздің тестамыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Бұл пирожныйдың тестасында екі ыдысымызға бөліп, теңдей етіп аламыз. Және де осындай формамызға салып, пирожныйларымызды бір тексетіп пісіріп алатын боламыз. Бізде келесі кремін дайындайтын боламыз. Креміне творожный сыр, сливки және де қант барлығын жақсылап араластырып, біркелкі крем болғанша араластырамыз. Және де соңында бізде кремімізге лимон согын қосатын боламыз. Бұл жерде бізде бір лимонның согы алынған. Сіздер де қосып көріңіздер, дәмі өте дәмді және де хош иісті болып шығады. Міне біздің бисквитіміз осылай пісіп шықты. Енді біз корждарын жинайтын боламыз. Осылай бір тегіс болғаннан соң, ешқандай пышақтың көмегінсіз тегістеп бір келкі етіп кремдерімізді жағатын боламыз. Кремін жағып болғаннан соң екінші бисквитімізді де орналастыратын боламыз. Және бетіне кремімізді көп емес, тек қана аз ғана бөлігін бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және де бір түнге қалдырсаңыздар, келесі күні кесіп, әрлеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Келесі біз бисквиттерімізді теңдей етіп, бөліктерге бөлетін боламыз. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болды. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!